Қарашығанақ кен орнында 71 миллион баррельге жуық мұнай өндірілді. Бұл бірінші жарты жылдықтың ғана көрсеткіші. Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары, бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Ақтау қаласындағы сүт зауыты Ресей нарығына шығуға дайын. Даму мемлекеттік қоры отандық жобаларды қаржыландыру үшін шетелдік ресурстарды тартпақ. Қарашығанақ Petroleum Operating BV компаниясы 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында 71 миллион баррельге жуық мұнай және газ өндірді. Басқа да мұнай компанияларының көрсеткіштері жақсарған. Қазақстан Республикасы және құзыретті орган PSA жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен нәтижелі әріптестік орнатуымыздың арқасында Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясының өндіріс жоспарлары мемлекеттің мақсаттарымен сай келеді. Бұл кен орнын дұрыс игеруге мүмкіндік беретіні сөзсіз. Қарашығанақ жобасы бойынша әріптестер кен орнын игеруге 20 миллиард ақш долларына жуық инвестиция құйған. Ел бюджетіне тікелей түскен төлемдер 13 миллион долларды құрайды. Сонымен бірге ағымдағы жылдың 6 айының ішінде көгілдір отынды өңдеу көрсеткіші 99,9%-ды құраған. Ал 1998 жылдан бастап табиғатты қорғауға бағытталған қаржының жалпы сомасы 300 миллион ақш долларын құрайды. Теңіз Шевройл компаниясы да 2015 жылдың бірінші жартысында жасалған жұмыстарына қорытынды жасады. Өндіру көлемі өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 8,2%-ға ұлғайған. Биыл аталмыш мекеме 14 миллион тоннадан астам мұнай өндірді. Маңғыстау облысында индустрияландыру бағдарламасының аясында 17 жоба іске аспақ. Оның жалпы құны 104 миллиард теңгеден асады. Осының арқасында 1,5 мың жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Ал жұмыс істеп тұрған нысандар көршілес мемлекеттердің нарығына шығуға дайындалып жатыр. Осындай жобалардың бірі бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының аясында іске асып жатыр. Ол Ақтау қаласында орналасқан Ақнек сүт зауыты. Соңғы 2 жылдың ішінде мекеме тауар түрлерін 15-тен 40-қа жеткізді. Олардың арасында пастерленген сүт, айран мен қаймақ бар. Мұнда 70 миллион теңге тұратын сүт өнімдерін құйып дайындайтын озық үлгідегі құрал жабдық орнатылды. Жаңа технологияның көмегімен енді 8 сағаттың ішінде 30 тоннаға дейін өнім шығаруға мүмкіндік туды. Зауыттың өнімдері бүгінгі таңда Маңғыстау облысындағы 1200 сауда нүктесінде сатылып жатыр. Өткен жылы даму қорының көмегінің арқасында сұйық және қою өнімдерді құюға арналған құралдарды сатып алдық. Бұрын қаймақ пен айранды ыдыстарға қолмен құятынбыз. Бүгінде адам өнімді қолмен ұстамайды. Барлығы автоматты түрде жасалады. Бұл бактериялардың еніп кетпеуіне, жұмысты жеңілдетуге және сатылым көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Зауыт тәулігіне 15 тонна сүт өнімдерін шығарады. Өндірілген тауарлар сертификатталған және тек Маңғыстау облысының аумағында ғана сатылады. Өндіріс орны даму мемлекеттік қорының бағдарламасы бойынша Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы арқылы қаржы алды. Айта кетейік, аталмыш қор өңдеу өнеркәсібі саласында шағын және орта бизнес өкілдеріне қаржыландыру жөнінен және несиелеу бойынша субсидиялар беруге көмектеседі. Ал Қызылорда облысында индустрияландыру бағдарламасының алғашқы 5 жылдығында жүзеге асырылған жобалар өндіріс қарқындарын ұлғайта түсті. Өткен 5 жылдықтың аясында құны 82 миллиард теңгені құрайтын 17 нысан пайдалануға берілді. Осы мекемелер ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында 6,8 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Өткен жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 4,5 миллиард теңге болған. 17 жобаның 8-і өндіріс қарқынын арттырды. Даму мемлекеттік қоры экономиканың басым бағыттарын қаржыландыру үшін шетелдік ресурстарды тартпақ. Осы уақыт аралығында Азия даму банкімен келісім жасалған. Қарастырылған 500 миллион ақш доллары көлеміндегі несиеден 272 миллион доллар алынған. Енді жыл соңына дейін тағы 228 миллион доллар тартылады деп жоспарланған. Еуропа қайта құру және даму банкімен 10 миллиард теңгеге келісім жасалды. Оның ішінде 5 миллиарды жетті. Екінші бөлігін даму қоры жыл соңына дейін алуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар, қосымша қаржы жергілікті атқарушы органдардан қарастырылып жатыр. Жалпы өңірлік қаржыландыру бағдарламасына Елорда әкімдігі 500 миллион теңге бөлді. Осы жобаға Астана қаласында өз жобаларын жүзеге асырам деген елордалық кәсіпкерлер қатыса алады. Осымен хабарымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.